Бүгін еріншектігім ұстап кішкене кеш тұрдым. Қыздар, негізі сіздер таңертең нешеде тұрасыздар? Мен ұйқымнан тұрсам, әлі ешкім оянбаған екен, сонымен шай тамақтардың барлығын дайындап қойдым. Бала-шағам оянып, оларды жуындырып, шайын тұрып, сонымен шайымызды ішіп алдық. Сосын сразу далаға шығып кетіп, осы шиенің бәрін теріп алдым. Мен уже қысқа сақтап жатырмын. Банкамды жауып қойдым, енді мен өрік күтіп жатырмын, өрігім әлі піскен жоқ. Бәрін жуып тазалап, морозилькеге сақтап жатырмын. Ертең қысқа кішкене қайнатып, свежий компот болады да. Киімдерді жинап, үтіктеп, магазинге барып келу керек болған. Бізде бүгін ауа райы вообще күшті болып тұр, сап-салқын. Осы салқында дүкенге барып келдік. Ойбай, үй киіммен қаяқта жүрсін демеңіздер, біздің үйдің қасында осындай үлкен дүкен бар. Соған барып келген болатынмын. Үйге қажетті сүт, май, сары май барлығын алып болдым. Бәрін видеоға түсіріп қарап жүрсем, бәрін көзім менде ғой, мынау не істеп жүр деген шығар. Мен деген видеоға түсіріп асықпа жүрсем, атам қоймайды ғой, сенің фонаригің жанып тұр, телефонның фонаригі жанып тұр депші. Қыздар, сіздер айына неше рет үйге қажет заттар аласыздар? Менен пакет ашар болсын. Нан, қаймақ, томат. Бала-шағам осыны қатты жақсы көреді. Сары май, дәмдеуіштер, вафли, самса, кофе, кетчуп, майонез, сүт, горох, гречка, қазақшасы қандай? Осындай маш, макарон, екі түрлісі, қияр, помидор, осындай ленор, ыдыс жууға арналған майлық, тайт, щетка, шампунь, 2 кір сабын, 2 иіс сабын, күріш, жұмыртқа, картоп, пияз. Осының бәріне қанша кетті деп ойлайсыз?